бұл бейнежазбада мен бір қызықты тақырыптардың бірін қозғаймын деп ойлаймын. Жалпы бұл менің бір қызықты, бірақ дәлелденбеген теориям. Сіз не ойлайсыз? Пікірге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы мен не айтқым келіп отыр немесе жүр. Өйткені мен жүрмін. Біріншісі емес, жалғыз нәрсе мен айтатын. Ол урбанизация өте қауіпті үрдіс. Себебі менің ойымша урбанизация адамның еркін оған білдіртпей шектейді. Мысалға қарап отырсаңдар, мынау жол бар, иә? Мен кетіп бара жатқан жол. Үйлер бар, бір нәрселер бар. Жалпы қаланы құрастыратын осындай элементтер адамға байқатпай, оның жалпы еркіндігінің шеңберін кішірейтеді деп айтсам болады. Иә. Өйткені қараңдар, мен мысалы жолмен келе жатырмын қазір. Ол бір геометрия, онан барлығын геометриялық бір элементтер одан басқа болуы мүмкін. Енді қазіргі заманның сәулетіне сәйкес барлығы осындай салуға тезірек, ыңғайлырақ болсын. Бұрынғыдай Европадағыдай колонналар, тағы контрафорс, арк-бутан салу деген ондай стиль тіпті де жоқ. Қазір барлығын осындай төрт бұрыш қылып әйтеуір сала салады. Жоқ, бұл проблема деп ойламаймын. Нағыз проблема ол адамның еркі осындай тар бір жолдарда, тар бір үйлерде адамның не қалайтыны, қалау шеңберде, іс-әрекет шеңберде тарыла бастайды. Мысал саған жол салып берді, осындай. Ана жерде жолақ сызып берді. Жарайды, жолақтан өтейінші. Адамға осындай жолақ салып берді, мысалы. Осы жермен өту керек. Мынандай жол салып берді, мынандай жолмен жүру керек. Адамдар күн сайын бір паттернді қайталай берсе, оның жалпы нейрондық сол іс-әрекеттеріне байланысты қалыптасқан нейрондық жүйелері оны автоматты бір робот сияқты көрсетеді. Адам тіпті ол туралы кейінірек ойланбайды. Ол енді айтсын болады. Қалай жүршеді? Қазір айтам. Динамикалық стереотип қалыптасады, қысқасы. Бұның барлығы өте нашар. Оны ешкім байқамайды. Барлығы қалаулары осындай бір төрт бұрыштарда тұру, сосын әйтеуір урбанизацияның бір бөлшегі болу, жүйенің бір нәрсесі болу деген сияқты. Ол бәрі қызықсыз. Бұлай өмір сүру қызықсыз. Солай ғой. Сол үшін маңызды бір шешімдердің бірі барынша осындай урбанизациялық жүйелерден алыс болу керек. Алыс болғанда сіздер теледидардан қарап отырған сияқты не болып жатқанын байқайсыздар, бірақ теледидардың ішіндегі әртіс болмайсыздар. Бақылаушы боласыздар. Бақылаушы болу деген сол бұл жүйеден шығу дегеннің бірінші белгісі. Бұл жүйеден шыққаныңның бірінші белгісі деп айтсам болады. Сол үшін осының барлығын байқап жүру керек. Өзің не ойлайсың, соны жаз жібер. Жарайды ма? Маған керек. Егер сен осындай байқампаз болсаң, бір ешкім білмейтін заттарды білсең, неге жазбасқа, неге осындай түсірмеске деп ойлаймын. Қызықты болды деп ойлаймын. Қызықты болмаса маған бәрібір. Енді аяқтаймын. Болды, жетеді. Мен айтпақшы, осы жерде турист сияқты жүрмін. Бұның алдында да айтқам. Мынау бір нәрсе. Ямада дейді.
ямады. Болт бүгінге жетеді.